Баршаңызға сәлем. Кішкентай кезімізде тандырдан шыққан ыстық нанды сүйіп, сүйсініп жейтін кезіңіз есіңізге түсіргіңіз келе ме? Онда видеоны соңына дейін қараңыз. Және егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай подписаться батырмасын басып тіркеліп, және де видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыз болады. Бірақ ерекшелігі бұл нанды тандырға емес, үйіңізде қара қазаныңызды газге қойып ақ тандыр нан секілді дәмді нан пісіре алатын боласыз. Ал енді бісміллә деп жұмысымызды бастайық. Ең алдымен осындай 200 мл жылы суымызға бір шай қасық дрожжімізді салып, және бір шай қасық қантымызды салып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Сонда дрожжымыз көпіршіп көтерілуіне себеп болады. Ол процесіміз жүргенге дейін біз керекті ұнымызды електен өткізіп, осындай арнайы ыдысқа салып аламыз. Ұнымыздың ортасын дәл видеодағыдай домалақ етіп ашып алып, дайын болған сұйықтығымызды құйып аламыз да, бір шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап илеп аламыз. Иленген қамырымыз қатты, жұмсақ та емес, тым қатты да емес. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандардай, егер сіздікі ұныңыздың тығыздығына байланысты қатты болып кететін жағдай болса, дәл мен сияқты бір ас қасық сұйық майыңызды құйып, тағы да осылай қолыңыздың көмегімен илеп қойсаңыз болады. Иленген нанымызды 2 сағатқа жылы етіп орап қоямыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда 2 сағаттан кейінгі нанымның нәтижесі осылай көтеріліп дайын болды. Енді осы нанды мен 2 бөлікке бөліп 2 нан жасайтын боламын. Егер сіздердің үйлеріңізде адам көп болатын болса, сіздер дәл осы рецептпен 2 есе жасасаңыздар болады. Енді нанды күлшелерді көлемін өзіңіздің қазаныңыздың көлеміне байланысты үлкен кішіп бөліп ала берсеңіздер болады. Менде осы рецептпен 2 нан шықты. Күлшелеріңізді осылай видеодағыдай бірнеше рет көтерілу үшін осылай жауып қою керек. Себебі біз қолымызбен көтеріліп тұрған қамырымыздың барлығын басып тастадық. Сондықтан 5 минутқа осылай бетін жауып қойсаңыздар, нандарыңыз көтеріліп әдемі болады. Ал нанымыз 5 минутқа көтеріліп жатқан кезінде сіз қазаныңызды осылай орта отқа қойып қыздыра беріңіз. Қазаныңызды және де қазанның бетіне жабатын қақпағыңызды да жеке газдың отын жағып қыздырып алыңыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қызған қазанның ішіне қазаныңыздың түбін жабатындай етіп тұз сеуіп қойыңыз. Себебі отқа тек қана қазанның өзі тұрғандықтан күйіп кетпес үшін осындай тұз сеуіп қойсаңыз, ешқандай қазанымыз бұлғанбайды. Қазанымыздың қақпағы қызып болғаннан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай нанымызды теріс қаратып, астыңғы бетіне жұмыртқаның ағын жағып, дәл видеодағыдай жабыстырып аламыз. Жұмыртқаның ағын жақсаңыздар, қорықпаңыздар, ешқандай қазанның қақпағынан түсіп кетпейді, мықтап жабысып қалады. Ал бетіне өзіңіздің кез келген таңдауыңыз бойынша узорды келтіре бересіз, және нанымыз жылтырап әдемі шығу үшін жұмыртқаның сарысын осылай щетканың немесе қолдың көмегімен жағып шығасыз. Бетіне безендіру үшін мен мак күнжік септім. Егер сіздер қалауларыңыз бойынша сепкілеріңіз келмесе, сеппесеңіздер де болады. Біздің қазанымызда қызып дайын тұр. Отты баяу отқа қоясыз, тым қатты емес, тым жай емес. Осылай қазанның бетін жауып қоясыз. 20 минутта наныңыз пісіп дайын болады. Ал дәмі дәл тандыр нанға піскен нан сияқты және әсел пеште піскен наннан ерекшеленіп, ұзақ уақытқа шыдай алады. Пісіп болғаннан кейін де қазанның қақпағынан алу қиын болмайды. Пышақтың көмегімен осылай 1-2 рет
астын ашып жүрсеңіз, жылдам-ақ өзі-ақ түсетін болады. Егер асты жағы ақшыл болды десеңіз, қазаныңыздың қақпағын теріс қаратып, астыңғы жағын қазанның ішіне қаратсаңыз, асты да кішкене қызарып пісетін болады. Дәл солай екінші нанымды да пісіріп алдым. Мен сияқты тандыр нанды сағынып аңсап жейтіндер үшін бұл әдіс ең оңай әдіс деп ойлаймын. Себебі отты да жақпайсыз, газге қазаныңызды қойып 20 минутта тандыр наныңызды пісіріп ала бересіз. Ал міне қараңыздар, видеода кесіп көрсеттім. Арасы таза піскен, әдемі көтерілген, дәмі деген енді өте керемет. Ал енді сіздерден өтініш, қазақша контенттің, қазақша YouTube каналдарын даму үшін сіз де үлес қосып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.